Айдас дос. Бүгінгі эфирде ғибрат жобасы. Біздің мектептегі оқушылардан қандай кітап оқығандарын және сол кітаптардан қандай ғибрат алғанын білетін боламыз. Бүгінгі IQ студиясының қонақтары 6-шы Д сыныбының оқушылары Арғынбай Балжан және Марат Нұрали. Қош келдіңіздер. Рахмет. Сіздерге осы 8 минуттық оқу жобасы ұнап жатыр ма? Иә, бізге осы 8 минуттық жоба өте қатты ұнады. Сіздер осы жобада қандай кітап оқыдыңыздар? Ол сіздерге несімен пайдалы болды? Біз Оралхан Бөкейдің апамның астауы туралы хикаясын оқыдық. Бізге апамның астауы өте қатты ұнады. Біз ол жерде Оралхан Бөкей мен оның апасының хикаясын оқыдық. Сіздер апамның астауы шығармасынан қандай ғибрат алдыңыздар? Әжесі қайтыс болғаннан кейін немересі әженің қадірін түсініп, ол өзіне өмірлік сабақ алады. Біз де содан сондай тәжірибе, ғибрат аламыз. Сіздердің біздің IQ студиясына келіп сұхбат бергендеріңізге рахмет.